Өте жақсы. Я жерлеме достар. Түсінбедім. Батыр болу үшін жарайсыздар. Балалар, біздер осы жастан бастап бірнеше спорт түрлерімен айналысып жүруіміз керек. Я? Ендеше мен сіздерді дәл сол спорт түрлеріне 3 топқа бөлгім келіп отыр. Бірінші топ футбол тобы, екінші топ волейбол тобы, үшінші топ баскетбол тобы. Ендеше балалар, қазір әр топ өзінің атауына байланысты қысқаша анықтама беріп кетсе, бірақ алдымен топ басшысын сайлап алайық. Балалар, футбол деген сөз ағылшын тілінен аударғанда фут дегеніміз аяқ, ал бол деген доп деген мағынаны білдіреді екен. Яғни аяқ добы деген сөз екен. Жарайсыздар. Екінші топ волейбол тобы. Сіздер ақылдасып топ басшысы кім екенін сайладыңыздар ма? Иә, Жандарбек? Біз волейбол тобының топ басшысы Мұстафа Каусар. Өте жақсы. Каусар, сен волейбол туралы не білесің? Волейболда барлығы ойыны болады. Ойынның есебі 25 ұпайға дейін барады. Қай команда 25 ұпайға бірінші жетсе, сол команда жеңіске жетеді. Ой жарайсың, бәрекелді. Волейбол туралы бірнеше ақпарат біледі екенсің. Балалар, сіздер де біле жүріңіздер. Волейболдың ағылшын тілінен аудармасы волей деген сөз балалар жазықтық деген мағынаны білдіреді. Бол дегеніміз доп деген мағынаны білдіреді екен. Ал үшінші топқа кезек келді. Сіздер, иә? Ләззат? Біз Нұрсәтті сыйладық. Иә, қайтадан айтамыз. Біз Нұрсәтті сыйладық. Өте жақсы. Нұрсәт сайлауды топ басшысы. Иә, Нұрсәт, сен баскетбол ойыны туралы не білесің? Баскетболда барлығы 10 адам болады. Ойынды бастардан топ басшы допты ортаға лақтырады. Сөйтіп ойын басталады. Ой жарайсың. Өте жақсы. Отырамын. Балалар, сіздер де біліп отырсыздар. Жарай ма? Баскетбол деген сөз ағылшын тілінен аударғанда баскет дегеніміз себет деген мағынаны білдіреді екен. Ал бол деген доп деген мағынаны білдіреді екен. Өте жақсы балалар. Жарайсыздар. Ал, балалар, үй тапсырмасына, неге алдын сағатта үй тапсырмасына? Не қайтқан дейін? Қол көтер. Иә, Ләззат? Неге үй жұмысына? Денсаулық зор байлық. Отырағы, Ләззат. Үй тапсырмасына не бердің? Денсаулық туралы 2 мақал. Дұрыс айтасың. Денсаулық туралы 2 мақал жазып келу екен. Ал, кім айтады? Денсаулық туралы 2 мақал оқыған. Кім оқиды? Қане балалар? Кім оқиды? Нұрсәт? Денсаулық зор байлық, жұмыстан жомарт боласың. Өте жақсы, жарайсың. Иә? Әзіме? Денсаулық зор байлық, дені саудың жаны сау. Дені саудың жаны сау. Өте жақсы. Тағы да? Иә, Ләззат? Денсаулық зор байлық, дәні бардың елі бар. Иә, өте жақсы. Тағы? Иә, Мұстафа Каусар? Дені саудың жаны сау. Денсаулық зор байлық. Денсаулық зор байлық. Балалар, сіздер қазір футбол тобы, волейбол тобы, баскетбол тобы 3 топқа бөліндіңіз. Қай топ бүгін белсенді сабаққа жақсы қатысатын болса, әр топтың атауына сай доп, яғни ұпай беретін болады, иә? Сондықтан да балалар, сабаққа барлығымыз не істейміз? Қатысып отырамыз екен. Өте жақсы. Жаңа үй жұмысына дайындалып келген, үй жұмысын оқыған қай топ балалар біздерде? Бірінші топта кім оқыды жаңа футбол дегенді? Футбол деген топта, бірінші топтан кім оқыды? Үй жұмысын. Айзере оқыды, сосын Арслан оқыды. Өте жақсы. Бірінші топ өте белсенді екен балалар. Көрдіңіздер ме? Сіздер де солар сияқты сабаққа жақсы
жатқан волейбол тобы, баскетбол тобы оқыған балалар ма үй жұмысын? Иә, сіздерде кім оқыды үй жұмысын? Мұстафа Тоқтар оқыды. Сосын? Болды, да, біреусізге. Ал сіздерде неше оқушы оқыды? Екі оқушы, жарайсыздар. Кім? Ляззат және Нұрсат. Өте жақсы балалар. Бүгін үй жұмысына барлығыңыз да жақсы дайындалып келген екенсіздер. Біздер өткен сабақты пысықтау үшін доп лақтыру әдісі бойынша қазір сіздерге сұрақ беретін боламын, иә? Бұл доп кімге түссе, сол оқушы маған жауап беретін болады, иә? Бірінші, заттың атын білдіретін сөзге. Нені жатыр, иә? Кітап. Кітап. Сұрақ қояйықшы? Не? Өте жақсы жарайсың. Заттың санын білдіретін сөзге, иә? Зейніп. Өте жақсы. Қандай сұрақ қоямыз оған? Қандай сұрақ қоямыз? Қандай? Жарайсың, өте жақсы. Келесі. Үшінші топ сізге заттың санын білдіретін сөзге. Иә? Ғалибек. Неше? Нешелерін жаңа? Екі. Сұрақ қош? Неше? Жарайсың, өте жақсы. Келесі. Заттың қимылын білдіретін сөзге. Иә? Оқыды. Оқыды, жарайсың. Сұрақ қош? Не істеді? Не істеді? Өте жақсы балалар. Ендеше, бүгінгі сабаққа, өткен сабаққа жақсы қатысқан футбол тобы екі ұпай, жарайсыздар. Екі қош шықты ғой сіздерден. Келесі, волейбол тобы сіздерде бір ұпай, жарайсыздар. Ал баскетбол тобы сіздерге бір ұпай. Өте жақсы балалар, жарайсыздар. Өткен сабаққа барлығыңыз да жақсы түсінген екенсіздер. Барлығыңыз қатыға қараңызшы. Не көріп тұрсыз?
Ya, bir-biriga qaramagan so'zlar o'ta ko'p ya. Bu zatning ismin, atning, qiymalin, belirtgan. Endi shu bola, barimiz o'quvimizni ashirishdan keyin o'quvimizni yashir. To'g'ri shvekki. Yurishida bolalar qancha? Suv yurishida ta'sirlagan adibli o'qib beradi. Jardardek o'qib berish kerak. To'g'ri shvekki. Ya. Dilimizde mağnası, karama, karşı sözler кездеседі. Ақ қара, арзан қымбат мұндай сөздерді антоним сөздер деп атайды. Өте жақсы. Қандай сөздер дейміз балалар? Антоним. Өте жақсы бала. Антоним деп атайды екенбіз, иә? Ендеше барлығымыз оқулығымыздағы 7-ші жаттығуды қарайықшы балалар. 7-ші жаттығуды. 7-ші жаттығуды қане кім оқып береді маған? Иә? Айзел оқыңыз. Өлеңді оқы. Өлеңді оқы. Өлеңде не туралы екенін айт. Өлеңнің алғашқы шумағын қимылмен көрсет. Өте жақсы. Өлеңдегі оң-сол сөздерін айтылуы мен білдіретін мағынасын бойынша салысты. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын ба әлде қарамағасы ма? Өте жақсы. Балалар, есіңізде ме? Біз жаңа сабақтың басында психологиялық сәтте мына бірінші шумағын қимылмен көрсеттік. Солай ма? Өте жақсы. Ендеше қазір балалар, екінші шумақты, үшінші шумақты оқитын боламыз, иә? Екінші шумақты оқып береді кәдімгі дауыстап, әдебиет тұрып, асыл оқып бере қойшы. Қолға алсам ұнатам, жұмыс оңай өңбекпе, тапсам деймін уақыт спортқа еңбекке. Өте жақсы. Так, үшінші баскетбол тобынан кәдімгі кім оқып береді маған? Иә? Суды да мен тасып, суды да өзім әкелер, отынды да шарамын, көп келме нан әкелдім, малға да шөп саламын. Өте жақсы бала. Малға да шөп саламын. Осы балалар 7-ші жаттығудың ішінде бір-біріне қарамаған сөз бар екен. Ол қандай сөз екен? Қандай сөз жаңа айтты ғой? Кім оқыды ғой? Айзере оқыды ғой жаңа. Қандай сөз ол? Оң, осылай айтасыздар. Оң және сол. Өте жақсы. Ал енді қалай ойлайсыздар? Оң, сол. Екі сөз бір-біріне. Қандай сөздер? Қарама қарсы сөздер. Өте жақсы. Жарайсыздар балалар. Қане балалар, оң қолдарыңызды көрсетіңізші маған. Оң қолдарыңызды көтеріңізші. Ал сол қолдарыңызды көтеріңіз. Өте жақсы. Жарайсыздар. Оң қолыңызбен сол қолыңызды біледі екенсіздер. Жарайсыздар балалар. Ендеше барлығымыз қазір дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің жадын жазамыз. Бұл жолдасынан әдемілікті өркемек жазамыз балалар. Жарай ма? Бүгінгі күннің жады. Бүгін нешесі? Қаңтардың 19-сы. Қайда жазамыз? Жазай береміз. Тақырыбы жаза ғой. Тақырыбы. Антоним дегеніміз не? Өте жақсы. Болған оқушы қаламсатқа қоя алсын.
әдемілеп жазамыз. С дыбысы бала неге ұқсайды? Неге ұқсайды? Қандай әріпке ұқсайды? О деген дыбысқа ұқсайды екен, иә? С дыбысының бас әрпі және С дыбысының кіші әрпін әдемілеп тұрып, дәптеріңізге келтіріп жазып аламыз. Жазамыз кәне. Әдемі жазамыз көшіріңізге. Сымалар бұза ғой. Бұза ғой. Жазамыз С дыбысын. Балдар, С дыбысынан келетін қандай сөз білеміз кәне? Спорт деген сөз. Қалай білесіз? Бүгінгі даққа сай кетті тұр ма? Сай кетті ғой. Мына спорт ойындарының түрлері емес пе балдар? Үш топқа бөліп отырсыз, иә? Алайда спорт туралы қандай сөйлемденіз? Иә, спорт туралы не біледі жалпы, иә? Әділбек? Иә? Спортпен айналыс. дұрыс. Біз күшті болу үшін спортпен айналысу. Спортпен айналысу керекпіз. Иә? Сосын тағы да спорт туралы не білеміз балалар? Дені саудың жаны сау дейді. Өте жақсы балалар. Біздер спортпен үнемі шұғылдансақ балалар, әр уақытта біздің деніміз сау болады екен, иә? Өте жақсы жарайсыздар. Енді оқулығымыздағы 8-ші жаттығуды оқып береді. Қазір маған әдемілеп дауыстап, мұстафа дауыстап. Мақал мәтелдерді көтеріп жат. Дауысын шығарамыз. Мақалдардың мағынасын түсіндір. Мақалдардан мағынасы қарама-қарсы сөздерді тап. Өте жақсы. Мақалдардан бір-біріне қарама-қарсы сөздерді тап дейді балалар. Енді қазір мақалды маған бірінші мақалды кім оқып береді кәнекей? Кім оқиды бірінші мақалды? Дұғал қызы Кәусар, оқиған. Көп біл, аз сөйле. Ал осы мақалдың ішінде бір-біріне қарама-қарсы сөз бар ма? Иә, Қандарбек? Көп, аз. Қарама-қарсы ма? Иә. Қандарбек? Жарайсың. Мады болды оңға, өте жақсы. Ал енді екінші мақалды маған Ләззат оқып бере ғой. Ләззат оқып бере ғой. Ақыл дос. Ақыл қос. Ал енді ашу дұшпан ақыл қос. Ақылыңа ақыл қос. Қол көтер жауап береміз балалар. Жарай ма? Осы екінші мақалда. Дұшпан дос. Екеуі бір-біріне қандай сөз? Қарама-қарсы. Өте жақсы балалар. Қараңыздар, мен футбол тобының ұпайымен жабыстырып жатырмын, иә? Келесі. Тағы да бар ма осы мақалда? Иә? Қандай сөз бар тағы да? Қарама-қарсы сөз. Дұрыс айтамыш. Дос, қос. Жоқ, дос дұшпанды жаңа айтты ғой. Иә, кім айтады тағы да? Иә? Ақыл қос. Жоқ, кім айтады тағы да?
birinchi maqom, ikkinchi maqom. Birinchi maqomni qancha bo'lganimizni ko'rsatib, taxtaga kelib, ajinlik turkiy deb yozib beraman. Bu qo'lni topshiradi. 8-chi shartni o'ylab olib, ba'zini yozib olamiz. O'quvliqdagi ikki maqolda daftaringizga qo'shib olamiz. Qo'shib olamiz. Ikki maqolda. Bir maqol, ikki maqol. Qo'shib olamiz. Sana qo'ymayapman, yozayveramiz. Ikki maqolda qo'shib olamiz. Ya, o'chirasiz. O'chirasiz. Na 8 shaftoldan qo'shib olamiz.
qatışağımızda bası üçün bir sergib olayım. Qaniki, o'rimizni ochamiz.
Екінші топ волейбол тобы. Иә, сізге қандай тапсырма беріледі? Адасқан сөздер өте жақсы. Иә, осы сөздердің ішіне антоним сөздерді табу керек екен. Иә, кім оқып береді ма? Тақта шығады ішке. Асия кел. Асия келе ғой, Зелен келе ғой. Келе ғой. Ал қайта ғой. Ал балалар тыңдаймыз енді. Иә? Сіздер қандай сөз таптыңыздар? Айтып беріңіздер. Антоним дейді. Өте жақсы. Сұйық. Аха. Суық, сұйық, қою. Бірінші сөз антоним сөзі. Иә, дұрыс. Екінші сөз қандай сөз тапқаныңыз? Иә? Жылы. Жақсы. Жылы деген сөзге қарама-қарсы қандай екен? Суық. Өте жақсы. Сосын? Иә? Қою. Сұйық. Ал жарайсыздар. Волейбол тобына? Бір жапа. Өте жақсы. Волейбол тобы. Бүгін жақсы сабаққа қатысып отыр екен. Ендеше, баскетбол тобы сізге қандай тапсырма берді? Оқимаңыздар. Сізге мәтін берілді ма? Балалар, бірінші таптай отырады. Күн, түн, қарды, ұзарды. Тексеріп отырамыз, мүмкін ол дұрыс оқымай жатқан шығар. Күн, түн, бір-біріне қарама-қарсы сөз бе балалар? Иә. Жарайсыздар. Дұрыс. Келесі. Жылы, суық, Иә. Дұрыс. Иә. Болды да? Сонда неше қарама-қарсы сөз бар екен ішінде? Иә. 3 сөз. Иә? Жарайсыздар. Баскетбол тобына өте жақсы жарайсыздар дегім келеді сіздерге. Балалар, барлығымыз балалар тақтаға назар аударайықшы. Мына жерде не көріп тұрсыздар? Кәне айтыңыздаршы. Сөздер. Дұрыс айтасыздар балалар. Иә, ендеше қазір галерея әдісі бойынша мына тізбектелген сөздердің ішінен бір-бірінен қарама-қарсы сөздерді біз не істеуіміз керек? Табуымыз керек екен. Өте жақсы. Ендеше ащы деген сөзге қазір бірінші топтан кәне кім шығады? Бірінші топтан кім шығады? Иә, Аида. Иә, келе ғой. Екеуін сәйкестендіре ғой. Келе ғой. Тақта ашып. Ащы деген сөзге сәйкестендіре ғой кәне. Немене ала ғой? Қайсысы ащы деген сөздің қасына қандай сөз қою керек? Иә, қандай сөз? Ал қоялым жанына ащы деген сөзді. Өте жақсы. Ал, Аида. Ащының қасына жақсы қоя қоямыз. Аида дұрыс тапты ма балалар? Келсеңіз? Өте жақсы дұрыс тапты екен. Сондықтан мен футбол тобына бір ұпаймен келіп отыр. Жарайсыздар. Келесі аласа деген сөзге қарама-қарсы сөз кім шығады кәнеге? Иә? Екінші топтан кім шығады кәне? Аласа. Эстаның үйі айтты ғой?
жақсы. Иә? Оқи қойдан достар. Бүгін, иә? Ертең, дұрыс па? Иә. Өте жақсы. Orada sakın Darya, sen de sakın. Şimdi bravo.